Желіде жақсы жаңалық, зейнетақы алатындар көрсін. Бұл видеомыз астына бір емес, ондаған лайк бассаңыз тұрарлық. 1 қаңтардан бастап не болады? Тезірек көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтардың біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап дүниежүзілік допингке қарсы кодекс және жаңа редакцияда халықаралық стандарттар, сондай-ақ білім беру жөніндегі халықаралық стандарт күшіне енеді. Бұл туралы допингке қарсы ұлттық орталық мәлімдеді. Білім беру жөніндегі халықаралық талаптың негізгі қағидаты спортшы тестілеу арқылы емес, білім беру арқылы допингке қарсы білім алу керек. Білім беру әділ спорт құндылықтарына сәйкес мінез-құлықты дамытуға және спортшылар мен басқа адамдардың допинг қолдануын болдырмауға көмектесуге бағытталған. Дүниежүзілік допингке қарсы агенттік 2024 жылға тыйым салынған дәрі-дәрмектер тізімін жариялады. Тыйым салынған тізім УАДА кодексіне қол қойған барлық адамдар үшін міндетті халықаралық стандарттардың бірі болып саналады. Тізімде жарыс кезінде және одан тыс уақытта қолдануға тыйым салынған, сондай-ақ нақты спорт түрлерінде тыйым салынған заттар көрсетілген. Видеоролигіміз сізге ұнаған болса, өз лайктарыңызды аямаңыздар және зейнетақы көлемі асуын қаласаңыздар, өз лайктарыңызды басып кетіңіздер қымбат көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.